Wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Алла тағала бүгін жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Арман мақсаттарыңызға жеткізсін. Келген қадамдарыңызға Алла сауаптан жазсын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, жұма уазының тақырыбы шынайы ықылас, ниет жайында болмақ. Кез келген мұсылман кісі ықыластың не екендігін өте жақсы білуі тиіс. Себебі әйгілі ғұлама Фудайл ибн Ияд деген ғалым өткен, сол кісінің айтқан бір сөзі бар. Адамдар үшін бір істі жасасаң, ол рия болады. Адамдар үшін бір істі тәрк етсең, яғни адамдардың разылығы үшін, солардың көңілін табайын деп бір істен бас тартсаң, ол ширк болады. Ал ықылас Алла тағаланың сол екі нәрседен сені сақтауы, қорғауы дейді. Түсіндіңіз бе? Біз мұсылмандар күнделікті іс-әрекет жасаймыз. Әрқайсымыз қолымыздан шамамыз келгенше бір салих амал жасауға тырысамыз. Белгілі бір Алла тағаланың жүктеген бізге несі бар? Міндеттері бар. Оның ішінде 5 уақыт намаз бар. Рамазан айы келгенде ұстайтын оразамыз бар. Берер зекет садақаларымыз бар. Шамамыз жетіп жатқан кісі умраға барып жатыр. Одан шамасы жеткен кісі қажылыққа барып жатыр. Бұл жасап жатқан іс-әрекетіміздің барлығында ниет пен ықылас екеуі қалмай жүреді. Ниет кез келген істің белгілі бір мақсатта орындалуы. Ықылас соған еш нәрсенің араластырмау. Біреулер ойлайды, мен 5 уақыт намаз оқысам, діндар болып кетемін деп. 5 уақыт намаз оқу діндарлықтың белгісі емес. 5 уақыт намаз күнделікті не? Мұсылман кісіге жүктелген стандарт. Ешкім 5 уақыт намаз оқып діндар болып кетпейді. Ол күнделікті жүктеген Алланың несі? Міндеті. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді. Сіздер жатқа білетін біразыңыз Бәйна сүресінен дейді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Оларға Құдайдың, Алла тағаланың бұйырғаны, бар болғаны ықыласты түрде дінге шын көңілден беріліп құлшылық ету бұйырылған еді. Ораза, намаз оқып, зекет беру бұйырылған еді. Бар болған осы ет бұйырылғаны. Міне нағыз дін осы дейді Алла. Алла тағала амалдарды бірнеше топқа бөлген. Біз жасап жүрген амалдар немен жасалады? 12 мүшемізбен жасалады. Бір тобы. Мәселен, намаз оқу үшін денемен жасайтын нелеріміз бар? Әрекеттеріміз бар. Тәкбір алуымыз бар, рукуққа баруымыз бар, сәждеге барғандығымыз бар, одан тұрып сәлем бергеніміз бар. Бұлардың барлығы немен жүреді? Іс, әрекет, қимылмен жүреді денені. Бұл Алла тағала міндеттеген істердің бір бөлігі. Екінші бір бөлігі ол мына немен жасалады? Жүрекпен жасалады. Алла тағала не дейді? Мән кәні ярджу лиқа'a раббихи фәл'я'мәл амалан салиха вәлә юшрик би'ибадати раббихи ахада. Раббысымен қауышқысы келген, Раббысымен кездескісі келген адам салих амал жасасын. Ізге бір іс жасасын, сауапты бір іс жасасын. Және соған ешкімді Раббысына жасаған құлшылығында, ізге ісінде, салих амалында ешкімді ортақ қоспасын. Ешкімді ортақ қоспасын. Яғни мұсылман кісі құлшылық жасаған кезде адамдарға көрсетейін,
Адамдар менің қандай құлшылық жасағанымды көрсін, нендей тақуа адам деп ойласын, намаздың қырағатын ұзақ оқиды екен, сәжде рүкухта тәсбихтарды молынан айтады екен деп ойласын деп жасасаңыз, жасаған іс-әрекетіңіздің барлығы түгел бекер болады. Түгел бос болады. Сондықтан сіз бен біз құлшылық жасаған кезде бір Алла тағаланың разылығы үшін ниет етіп, шын ықыласымызбен орындауымыз керек. Дедік, іс-әрекеттер біз жасап жүрген амалдардың бір бөлігі неге байланысты? Дене қимылдарына байланысты. Екіншісі тікелей неге байланысты? Адамның ішкі жан дүниесіне, жүрегіне байланысты. Сол үшін Алла тағала келесі бір аятында былай дейді: "Яума ла янфау малун ва ла банун." Сондай бір қиямет күні бар. Ол күні мал, мүлік, жинаған дүние мүлкің, бала шаға ешқайсысы пайда бермейді. Илля мен аталлаху би қалбин салим. Тек Алла тағаланың құзырына таза, сау жүрекпен келген кісі ғана пайдасын көреді. Қалбун салим дегені, таза жүрек дегені, ең әуелгісі шіріктен, Аллаға серік қосудан ада болған жүрек. Екіншісі, ешқашан жасаған амалында біреуді ортақ қоспаған, тек Алланың разылығы үшін жасаған кісінің жүрегі кіреді. Яғни жасаған сауапты ісін бұзатында ешқандай әрекет істемеген адам деген сөз. Имам Муслимнен мынандай бір риуаят бар. Қиямет күні болғанда Алла тағала үш адамды құзырына әкеледі екен. Әуелгісі ғалым, екіншісі шейіт, үшіншісі жомарт деп танылған бір бай. Алла әуелі ғұламаны алдырады екен, ғалым болып танылған кісіні. Содан соң ол айтады екен: "Аллахым, сен куәсің, мен сен үшін Құран жаттадым разылығың үшін. Сен үшін оқыттым, балаларға үйреттім" деп айтады екен. Алла айтады екен, басқа бір риуаятта періштелер айтады екен: "Сен өтірік айтасың" дейді. Себебі сен бәленшенің ұлы түгенше қари екен деп айту үшін істедің. Жұрт та сені қари деп айтты. Айтты қари деп. Тозаққа кетіңдер дейді. Екінші кісіні алдырады, ол шейіт еді, шахид. Ол айтады екен: "Алла, мен сенің разылығың үшін жанымды қидым" деп айтады екен. Алла айтады дейді, кейбір риуаятта періштелер: "Сен өтірік айтасың. Сен пәленше ұлы түгенше батыр екен, ер жүрек екен деп айтсын деп істедің бұның барлығы." Жұрт та айтты. Бұны да тозаққа кетіңдер дейді. Үшінші кісі бай кісі келеді екен, жомарт. "Мен, Аллахым, сен куәсің. Сенің разылығың бар деген ешбір жерден дүниемді аяған емеспін" дегенде Алла айтады екен: "Сен өтірік айтасың. Сен бәленшенің ұлы түгенше жомарт екен, бай екен деп айту үшін істедің. Жұрт та айтты. Бұны да тозаққа кетіңдер" деп айтады. Қараңыз, бұлардың барлығы, мен айтып отқан нәрселер, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде баян еткен нәрселердің барлығы шариғи істерге қатысты. Жамағат, кәдімгі біз күнделікті жасап жүрген нелер? Амалдар. Амалдар. Бұның ішінде рия араласа ма екен? Араласады екен. Араласады. Сырт көзге не болып көрінеміз біз? Жұрт шынымен ақ ғалымды ғалым деп айтты ма? Айтты. Қариды қари деп айтты ма? Айтты. Шейітті шейіт деп айтты ма? Айтты. Байды бай екен деп айтты ма? Айтты. Дүниеден қорықпайды екен, жомарт екен деп айтты ма? Айтты. Жұрт біз солай айтамыз, біреуді көрсек солай деп. Бірақ оның жүрегіндегі ықыласы Алла үшін болды ма? Жоқ, басқа үшін болды ма? Тек Алла біледі. Және Алла міндетті түрде оған лайықты сыйын береді. Алла тағала осыған байланысты Құран кәрімде мынандай бір аят айтады. Құл
ин тухфу ма фи судурикум ау тубдуху я'ламхуллах. Мұхаммед оларға барып айт, сахабаларыңа, мұсылмандарға барып айт. Сендер мына ішкі жан дүниелеріңдегіні жасырсаңдар да, барып ашық айтсаңдар да, Алла оны біледі. Аяттың мағынасы мынандай. Біз жасаған кез келген іс-әрекеттің Алла міндетті түрде біледі. Біледі деген сөз тек біліп қана қоймайды Алла. Алла білгеннен кейін оған лайықты сыйын береді, яки жазасын береді. Егер шын өзінің разылығы үшін жасалған іс-әрекет болса, Алла ешбір пендесінің жасаған амалын зая етпейді. Ал егер жоқ, басқа бір мақсатта жасалған болса, Алла тағала оған да лайықты несін береді, сыйын береді. Сіздер барлығын білетін мынандай бір хадис бар. Мұсылмандардың көпшілігі біледі ол хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху риуайт еткен мынандай бір хадис бар. Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. Амалдар барлығы ниеттерге байланысты. Және кісіге тек ниет еткен нәрсесі ғана бұйырады. Кімде-кімнің хижреті Меккеден Мәдинаға қоныс аударғандығы Аллаға және оның пайғамбары үшін болса, оның жасаған хижреті Алла және оның пайғамбары үшін болмақ. Кімде-кімнің жасаған хижреті Меккеден Мәдинаға қоныс аударғандығы бір дүниелік үшін болатын болса, ол оған қол жеткізеді. Ал егер бір әйел үшін көшсе, хижрет жасаса Меккеден Мәдина, ол оған үйленеді. Фахижратуху иля ма хаджара илейх. Және оның хижреті нені ниет етсе, соған байланысты болады. Бұл хадисті мұсылмандардың барлығы көпшілігі бұл хадисті не қылады? Біледі. Көпшілігі біледі. Ғалымдарымыз айтады, бұл хадистің мәні мынадай. Иннамал а'малу бинният. Амалдар міндетті түрде ниеттерге байланысты болады. Ва иннама ликулли имриин ма нава. Және кісіге тек ниет еткен нәрсесі бұйырады. Бірінші ғалымдар берген мағына мына мағына. Амалдар дұрыс болу үшін, шариғи тұрғыдан Алла қабыл ету үшін ең әуелі ниеттер дұрыс болу керек. Яғни Алла разылығы үшін болу керек. Мәселен, сіз бір істі біреудің көңілінен шығу үшін жасаймыз ба біз? Жасаймыз ғой. Біреудің көңілін табу үшін кейбір шариғи тұрғыдан дұрыс емес істерге барамыз ба? Барамыз. Немесе шамамыз жетіп тұрса, біреуге зұлымдық жасаймыз ба? Жасаймыз. Оны біліп тұрамыз дұрыс емес екендігін. Бірақ ойлаймыз, Құдай не? Кең деп. Құдай сіздің құдаңыз емес. Келісіп алатын бар. Немесе біздің ел көп ойлайды бұлай. Барған соң көреміз деп. Барған соң көретін той емес ол. Міндетті несі бар оның? Жазасы бар. Себебі Алла Зилзала сүресіне дейді, кім-де-кім тозаңның түйіріндей, тозаң, шаң, тозаңның түйіріндей жамандық жасаса, оны көреді. Кім-де-кім тозаңның түйіріндей жақсылық жасаса, оны көреді. Сізді жасаған күнәңіз үшін кешіріп, өзгені кешірмесе, Алла залым болмай ма? Алла деген әділ, Алланың не деген сипаты бар үлкен? Әділ деген сипаты бар. Біреуді бөле жарып, мынаны кешірейік, мынаны кешірмейік десе не болады? Әділетсіз болады. Сондықтан мұсылмандар қорқу керек. Біреудің көңілін табу үшін, немесе біреуге зұлымдық жасаған кезде, оның артында Алланың бар екендігін ұмытпау керек. Біздің ұстаздарымыз айтатын еді, сен біреуді алдап кетсең, қатырып кетсең біреуді, ойлама мен одан ақылдымын деп. Одан ақылдымын деп ойлама. Сен оның әлгі зұлымдық көрген артында Алла бар екендігін білмейсің.
ол саған дұға жасаса, қарғаса, былайша айтқанда, оның дұғасы мен Алланың арасында перде болмайды. Ондай ақымақтық жасама дейді. Ондай ақымақтыққа барма. Біз көбінесе не деп ойлаймыз? Мен одан ағылдымын, қатырып кеттім деп ойлаймыз. Олай емес. Демек, Алла тағаланың құзырында бір істің қабыл болу үшін міндетті де Алла тағаланың разылығы үшін болу керек. Біздің ғалымдар айтады, кейбір мұсылмандар шариғи бір амал істеп, ниеті басқа үшін болғанның мысалы мынандай дейді. Бір патшаға сұлу, бірақ өліп қалған, күңді сыйға тартқанмен бірдей дейді. Түсіндіңіз бе? Патша сізге не істейді? Өзіңіз ойлаңыз. Не істейді? Жай бір адамға сондай бір сыйлық берсеңіз, өліп қалған бір нәрсені берсеңіз, бірақ өте сұлу. Жазалайды, сені мазақ қылып тұрсың ба деп. Ешнәрсе істемейтініз? Сені мені мазақ қылатындай деңгейге жеткенсің бе деп жазаңды береді. Ғалымдар берген екінші мағына, амалдар ниеттерге байланысты дұрыс болады. Яғни, мысалы, қазір біз жұма оқиын деп отырық. Неге ниет етуіміз керек? Жұма оқиын деп ниет ету керек. Екінді деп ниет етсеңіз, асыр оқиын деп. Алла оны не қылмайды? Қабыл етпейді, себебі ниет дұрыс емес. Бірақ ғалымдар айтқан бірінші мағына көп дұрыс болып есептеледі. Мәселе не деген? Амалдар ниеттерге байланысты дұрыс болады. Яғни амалдар Алланың разылығы үшін болғанда дұрыс болады. Үшінші бір мағына берген ғалымдарымыз айтады, амалдар ниеттерге байланысты болады. Яғни кез келген амал қандай да бір ниетпен жасалады. Ол Алланың разылығы үшін болуы мүмкін. Ол біреудің көңілінен шығу үшін болуы мүмкін. Немесе атақ, даңқ үшін болуы мүмкін. Белгі бір мақсатта болуы мүмкін. Бұл іс егер біз жасап жатқан құлшылық болса, енді бізде тек қана шариғат тек құлшылықтан тұрмайды, неден тұрады? Жоқ. Харам істерден тыюдан тұрады. Бізде бұйырылған әмірлер бар, кейін нелер бар? Салған тыйым, харам істер бар Алла бұйырған. Мәселен, Алла бұйырған жақсы істер намаз, ораза, зекет. Алла тыйым салған істер зина, ұрлық, адам өлтіру, кісі өлтіру, кісі ақысын жеу деген сияқты. Бұл бәрі не? Харам істер. Біздің мұсылмандардың көпшілігі осы мына бұйырғандарды істеуге ұмтыламыз. Бірақ мына жақта көп мән бере бермейміз. Мән бермейтіндігім соншалықты, дүниедегі кез келген мұсылман шошқаның етін жемейді. Жегіз көр. Дені сау былай бір мұсылман, сауатты мұсылман не қылмайды? Жемейміз біз. Тіпті осы қалада жүргеннің өзінде, кафедің ішіне кіргеннің өзінде тағы да талқан боламыз. Халал бекен, халал емес бекен деп. Солай ма? Бірақ еш қайсымыз өтірік айтудан тыйылмаймыз. Хотя өтірік айту одан үлкен күнә. Ана жақтан. Біреудің ақысын жейміз. Мен бір ұстазым айтатын еді. Егер де шіркін адамның ақысын жемеу деген мұсылманшылықтағы ұғым дейді. Сол қолмен тамақ жемеу секілді мұсылмандардың арасында орнықса, мына әлемде әділеттілік орнайтын еді дейді. Сол қолмен жеу сұмдық әрекет, бірақ біреудің ақысын жеу нормально емес. Болмайды олай. Дұрыс емес нәрсе. Әлгі айтқандай шошқан етіне жоламаймыз, сол қолмен тамақ жемейміз, бірақ басқа нәрсе жасаймыз. Енді осы күнәлі істер бар ғой. Жасаудың қатері бар. Қаупі бар. Егер сен күнәні, әңгіме күнәнің үлкен кішілігінде емес тағы да. Бір мәселен келісіп алайық. Күнәнің үлкендігі немесе
кішілігінде емес. Күнәнің проблемасы сен оны кімге қарсы жасап жатсың, сода проблема. Түсіндіңіз ба? Кімге қарсы жасап жатсың? Сен оны бүкіл әлемдердің Раббысы болған Аллаға қарсы жасап жатсың. Бұл уже проблема. Себебі сен өзің жұмысындағы бастығыңа қарсы әрекет жасай алмайсың. Бірақ Құдайға жасауға болатын секілді болып көрінеді. Я сен Құдайдың кім екендігін танымайсың. Я болмаса сен маған не істей аласың дегендей жүрген адамсың сен. Бұл өте қиын нәрсе. Енді күнәдан бас тарту бар. Бұл да тағы ниетпен, ықыласпен байланысып жүреді. Кейде мұсылман күнәні Құдайдан қорыққандықтан тәрк етеді. Бұған сауап жазылады. Күнәдан қорыққандығы үшін бас тартады. Мен ол күнәні жасамаймын. Сол үшін мәселен, Алла тағала көлеңкесін алатын 7 адамның біреуі кім? Сұлу бір мансапты әйелмен оңаша қалған кезде мен Құдайдан қорқамын деп бас тартқан кісі. Алла оған не жазады? Лайықты сыйын береді. Екінші бір күнәні тәрк етудің біреуі бар. Адамдардан қорыққандықтан тәрк етесіз. Құдайдан қорыққандықтан емес. Кімнен? Адамнан қорыққандықтан. Немесе адамдардан ұялғандықтан тәрк етесіз кейде бір істі. Қой, ұят болады, құрсын көрсе бұлай жасап жүргенін деп. Құдайдан емес, тағы кімнен ұялып жүрсіз? Адамнан ұялып жүрсіз. Адамнан. Кейде бір күнәні жасауға сіздің мүмкіндігіңіз болмайды. Просто мүмкіндік жоқ. Зина жасағыңыз келеді, ақша жоқ. Ұрлық жасағыңыз келеді, мүмкіндік жоқ. Бірақ мұнда бар оның бәрі. Түсіндіңіз ба? Мұнда бар бәрі. Ғалымдар айтады, Алла тағала тек бірінші бөлім Алла үшін тәрк еткен бар ғой күнәні. Соған сауап жазады. А мына үшеуі мен айтқан. Бұл кәдімгідей үлкен проблема. Кәдімгідей. Жұрттар ойлайды, тек қана ықылас ниет, тек қана неге керек деп. Бір жақсы садақа, зекет бергенде ғана. Мына жақта да керек. Мына жақта да керек. Мына бетте де. Харам іс жасаудан тыйылған кезде де оған не керек? Алланың разылығы деген нәрсе жүру керек. Демек, кісіге тек ниет еткен нәрсесі бұйырады деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Шынымен ақ кісіге егер Алланың разылығын қаласа, Алланың разылығы оған бұйырады. Егер басқа мақсатты көздесе, оған лайықты міндетті түрде сыйы беріледі. Біз айттық, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп айтты дедік? Қиямет күні аршын ешбір көлеңке болмаған күні өзінің көлеңкесіне алатын 7 кісі туралы әңгіме айтады. Алла тағала. Соның ішінде біреуі кім? Біреуі жүрегі мешітке байланған кісі. Жүрегі мешітке байланған кісі деген сөз кім кісі? Шын ықылас ниетімен мешіттен қалмайын, жамағаттан қалмайын деп жүрген кісі. Ол да неге байланысты нәрсе? Жүрекке байланысты. Жүрегі байланған мешітке. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол 7 адамның тағы да біреуді Алла разылығы үшін жақсы көрген адам дейді. Сол үшін бір жерге келіп, бір жерден айырылған адам дейді. Ол да тағы да немен байланысты? Тағы да мынау сол жүрекпен байланысты. Алла тағала көлеңке астыратын 7 адамның тағы біреуі оңаша қалғанда күнәсін ойлап, көзіне жас толып жылаған кісі дейді. Тағы да неге байланысты? Тағы да жүрекке байланысты нәрсе. Елдің көзінше жылау басқа нәрсе. Оңаша қалғанда жылау басқа нәрсе. Ең қатерлісі, ең қауіптісі құрметті жамағат. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Мән сәммаға Аллаху бихи, уә мән юраиллаху бихи. Кімде дейді? Жұрт естісін деп жасаса, Алла тағала қиямет күні оның абыройын төгеді. Кімде-кім адамдар көрсін деп бір әрекет жасаса, Алла тағала да оның қиямет күні абыройын төгіп масқара қылады. Яғни мәселе мынандай. Құлшылық жасаған кезде, бір зекет берген кезде, садақа берген кезде былай деп айту.
кеше түнімен ұйықтамай намаз оқып шығып едім. Не үшін айтып отырсың? Кеше біреулер садақа сұрап кепті, қалтадан шығарып бере салдым, мә деп. Біреуге естірткің келсе, адамдарға, Алла Тағала қиямет күні сені құзырына алдырып айтады екен дейді. Мынау бәленше түгенше деген бар ғой. Естісін демеді ғой елдер. Дүниеде естіді. Тағы да естісін деп, мынау Құдай үшін бермеген екен, анау үшін берген екен. Анау естісін. Басқа бір риуаяттарда келеді. Адамдар естісін деп айттың ғой. Адамдар естісін деп жасадың ғой. Адамдар оны естіді. Сауабыңды бап, солардан ал дейді. Сауабыңды қайдан ал? Солардан барып ал. Біздің уақыт азайып келе жатыр екен. Мен біраз мысал келтірейін деп едім. Бір-екі мысал келтірейін. Имам тақсыр, сонысын бітірейік. Түсініп тұрмын, сыртта күн суық. Ибрахим Нахаи деген атақ табиғин өткен. Ағымаш айтады, бір күні соның құзырына кірсем, Құран оқып отыр екен. Содан сөйтіп тұрғанымызда тағы бір рұқсат сұрап кірді дейді. Біреуге бола ма дейді. Сөйтем, әлгі табиғин Ибрахим Нахаи дереу Құранды алды да, оқып отқан Құранды тықты дейді. Ана кісі кіріп шаруасын айтып шығып кетті. Сонын айттым дейді, мынау істегенің не? Мен кірген жоқпын, ешнәрсе деген жоқсың. Ана мен кірген ешнәрсе істеген жоқсың. Анау келіп тығып қойдың Құранды. Неге істедің? Соны айтқан екен, мына адам маған бірнеше рет кірді деп. Мына кіріп тұрған үшінші мәрте кіріп тұр. Құранды тығып қойған себебім, әр кірген сайын мені Құран оқып отқанымды көреді. Мені күніге Құран хатым етеді екен деп ойламасын деп істедім деген. Сонда неге келмесін? Ойға келмесін деп істедім. Мынандай бір риуаят бар. Абул Хасан Мұхаммед ибн Аслам ат-Туси деген ғалым өткен тақуа кісі. Сол кісі үйге кірген кезде су алып кіреді екен. Ешкім байқамайды екен. Соның бір күні қызметшісі үйге кіріп келсе, біреу кішкентай баласы, жаңағы ғалымның баласы, жылап жүр дейді. Үлкен кісі ұқсап жылап жүр дейді. Сонысын әйелінен сұрап, мынау неменеге жылап жүр дейді. Жылап жүрген жоқ қой, мына әшейін былай не қылып жүр. Жылаған кісінің түрін салып жүрді. Сол айтты, бұл әкесінен көргенін істейді дейді. Себебі әкесі үйге кірген соң бөлек бөлмеге кіреді. Сосын Құран оқиды. Құран оқыған соң жылайды. Мынау отырады жанында. Сол әкесін оқып, бұл әкесі кетіп қалғанда бұл да кіріп алады да бөлмеге Құранды ашып қойып, бұл да жылайды. Әкесінің бұдан айырмашылығы, әкесі бөлмеден шығатын кезде жылағандығын маған да сендерге де білдірмес үшін бетін жуып шығады деген. Сумен. Яғни өзінің жасаған амалының біреу көргісі келмейді біреудің көрген деген. Мадинада атақты ғұлама Зейнул Абидин деген кісі болған. Бұл кісі Хусейн радиаллаху анхудың баласы болған. Хусейннің баласы. Ата Али. Лақабы Зейнул Абидин. Тақуа құлдардың сәні деген мағынасы. Лақабы сондай болған. Бұл кісі қайтыс болған кезде сүйегіне түскендер жуған. Сүйегін жуып жатқан кезде арқасында жүк таситын бар ғой, хаммал. Жүк таситындардың, базарда жүк таситындардың ізі қалған үстінде. Иығында. Содан бәрі таң қалған. Бұл қалай? Бұның үстіне арқасына қайдан бұндай із қалып жүрді? Ешкім ешнәрсе білмейді. Содан жерлеген соң, жерлеген күннің ертесіне ел шулаған. Біреу бар еді, бізге азық түлік тасып жүретін. Сол тоқтап қалды. Қайда? Деп жұрт шулап кеткен. Сөйтсе, ана кісі түнімен соларға азық түлік тасиды екен. Сонысын ешкімге білдірмеген. Қанша құлы бар, қанша қызметшісі бар, олардың ешбіріне білдірмеген. Мұсылман пенде осылай болады. Жасырған істеген амалын біреуге көрсету үшін істемейді. Біреуге көрсетсең, біреуге айтсаң, жағыдай әңгіме болады. Алла үшін емес,
біреу айтсын деп, біреу көрсін деп жасаған болып есептеледі. Сондықтан құрметті жамағат, Алла тағала сіз бен бізге ықыласты құлдарынан болуды нәсіп етсін. Субхана раббика раббил иzzати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.